Саламатсыздар ма? Бізде мына платежкалар бойынша жаңа оборотқа қарап отырық қой міне. Бізде бүкіл зарплат төледік, налог төледік. Енді бізде входящийларымызды қалай көрсетеміз? Бізге келіп жатқан ақшалар. Бізге управлениеден келеді ақшалар, отдел образованиядан деген сияқты. Біз соларды қалай көрсетеміз? Бізге келген ақшаны енді выпуска банкіден қарап аламыз. Онлайн банк арқылы келгеннен кейін біз 1С-ке жүктеу үшін банки касса, платежный поручение, входящий арқылы жүктейміз. Входящий, мына жерге создать етеміз. Мына жерге қай уақытта келген датасын көрсетеміз. Например, 9 ақпан. Рек номер көрсету міндетті емес. Входящийда именно номер банка көрсетсеңіздер болады. Көрсетпесеңіздер де болады. Источник финансирования бюджет болады. Плательщик бізде управление. Мына жерде біз управление біз қарасты мекемені создавать ету керек тоже. Управление образования по городу Атырау деп қояйын. По городу Атырау. Мына жерге бейіні мекеменің. Мына жерге КБС. Мына жерге счетын создавать етеміз. Мен енді ойдан құрастырып жасап жатырмын. Сіздер енді өзіңіздегі бар шынайы сандарды саласыздар. Управление образования, міне счеты шықты. Міне біздің қай счетқа келіп жатқанын көрсетеміз. Мына жерге бізде оплата от покупателя болмайды. Ол бізде прочее поступление безналичных денежных средств деп көрсетіңіздер. Осы дұрысырақ болады. Кейбір мекемелерде оплата от покупателя деп салып жатады. Бұлай қате емес, енді шыны керек. Бірақ дұрысында прочее деп көрсетіп, біз счет 61-60 деген счетты көрсетуіміз керек. Ол счет біз мына жерге счет учетуға. 61-60 деген счет ол бізде прочие доходы от финансирования. Финансирден келген доходты көрсетеміз. Мына жерге доходты көрсетсеңіздер болады. Доход от реализации, андай мындай деп тұрады, бірақ бізге скопировать етіп создавать етейік. Бізде доход от финансирования деп қойайық. Сол дұрысырақ болады. Доход от финансирования. Осылай көрсетуіміз керек. Программа мына жерге МБ, РБ деп бөлек көрсетсеңіздер болады финансирден түскен ақша. Например, мына жерге 15 миллион келді дейік. Зарплат төлеу үшін, например, жылдың басында бізге финансирование түсті. Міне 15 миллион келді. Провести закрыть. Енді оборотканы ашып қарайтын болсаңыздар, мына жерде 15 миллион теңге көрсетіліп тұр. 1,3 кетті еңбекақы төлеуге, 13 миллион қалды астатық. Міне осылай көрсетесіздер. Одан кейінгі келген тағы да финансирден түскен ақшаларды создавать етсеңіз болады, немесе осыны скопировать етіп алып, суммасын, датасын өзгертсеңіздер болады. Счетты несі осындай болады. Бізде обороткіде 10-30-ға келіп тұр, 61-60 кредит жағына келіп тұр. Бұл счеттар бір-бірлерімен байланысты. Ендігі жерде және де бізде осы платежкалар бойынша отчет, ол бізде журнал ордер 2 арқылы қарай аласыздар. Журнал ордер 2
создавать етіп міне 10-30 счеты болады. Мына жерге за первый квартал деп қояйын мысалға. Сформировать етеміз. Міне сформировать еткен кезде бізде финансирден түскен ақша міне барлығын бізге көрсетіп тұр. Қайдан? По дебету бойынша бізге қайдан ақша келді? 61-60-тан келді. И по кредиту бойынша біз қай счеттарға ақша кетті банктік счетымыздан. Налогтар, пенсионкалар, міне комиссия банка, еңбекақы міне барлығын көрсетіп тұр. Міне бізде сальдо на начало тұр. Егер бізде банктік счетта жылдың басында компания енді біз 2024 январынан бастап оденес жүргізіп жатырмыз. Бізде январ айында, например, остаток қалған болса, 100 000 теңге, например, 15 000 теңге деген сияқты өткен жылдан. Біз соны көрсетуіміз керек. Оны көрсету үшін біз мына жердегі главный арқылы немесе предприятие арқылы көрсетеміз. Например, главныйда вот начальный остаток деген бар. Осы жерге біз жылдың басындағы береже қалажақты көрсетуіміз керек. Например, бізде жылдың басында 31-12-23 дейміз. Мына жерге источник финансирования бюджет дейміз. Мына жерге ақша қаражаты, товар, например, бәрін көрсетіп. Бізде, например, в данный момент ақша қаражаты 10-30 бізде осы счетта, денежные средства. Добавить етеміз. Показать. Счет 10-30 болады мына жерде. Мына жерге ну дейміз. Мына жерге суммасы, например, 15 000 теңге. Сумма остаток ну дейді, тоже 15 000 теңге деп көрсетеміз. Бұл бізде бухгалтерский учет бойынша, налоговый учет бойынша қалдық ақша қаражаты. Осылай егер касса болған жағдайда тоже 10-10 дейміз. Бірақ госпредприятиялардың көбісінде касса жоқ. Болған жағдайда астына 10-10 деп, ондағы да ақша қаражатын көрсетесіздер. Провести етеміз. Мына жерге валюта көрсетті деп жатыр бізге. Валюта. Мына жерге банковский счет дейді. Мына жерде қай бізде екі счетымыз бар, қай счетта ақша қалдығы бар екенін көрсетті деп жатыр. Көрсетеміз. Мына жерге статья көрсетсеңіздер болады. Көрсетпесеңіздер де болады. Мына жерде программа, мына қай программада қалдық болды. Провести, вот проведен болды. Вот енді қайттан оборотканы ашып көрейік. Оборотка міне 1 январға міне сформировать еткен кезде міне бізде жылдың басында 15 000 теңге дебетінде біздің ақшамыз болған. Одан 15 миллион теңге келеді, одан 1 300 000 теңге кетеді, например. Ол соңғы ақша қалдығы. Журнал ордер 2-де де міне сформировать. Вот сальдо на начало 15 000 теңге, одан кейін оборот, келген оборот по дебету, кеткен оборот по кредиту и сальдо наконец. Әр ай сайын осылай журнал ордер 2-ні сформировать етіп отыру керек. За январь, за февраль, за март. Именно біздің онлайн банктегі әр айлық несімен сәйкес келуі керек. Тура, дәлме-дәл. Бәрі түсінікті деп ойлаймын. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар.